сатасың, қанша темекі сатасың, қанша адам келіп сенің магазиннен арақ алады, ішіп алып қанша нәрсе ұрынады, қандай қылмыс істеледі, сен бүкіліне ортақтас боласың. Қайқа барсаң, ойқа бар. Енді сенбей тұрған шығарсың, басы дәу деген сол молдадан сұрап ал бар. Мешіт салсаң, ана мешітке қанша адам кірсе сауап бар ма саған? Ал сауна салсаң, пивнушка салсаң, арақ сатсаң, содан қанша адамның үлесі бар, бүкілінің зардабы саған келіп тұрады. Біліп алыңыз, сол хараммен тапқан табысың бір күні бала шағаңның бір жерін тесіп шығады. Бала шағаңды араммен бағып жатсың ғой, сол баладан бір күні бір иттік көресің сен. Баланы араммен тамақтандырма, ол арам екі түрлі болады. Біріншісі, арақ сатып арамынан ақша табады да, бірақ үйге адал тамақ алып келеді. Екіншісі, сауданы адал істейді, бірақ үйге арақ, шошқаның еті сияқты арам тамақ алып келеді. Балаңды араммен тағамдандырма. Оны орыстар айтады, человек есть то, что он есть дейді. Адам не жесе соған тартады деген. Баяғыда айтатын қазақтарды жылқы тектес адам деп, шошқа баққызып жатыр ғой. Шошқаны жей бересің ғой, жалғыз хайуан бар, қатынын да баласын да қызғанбайтын. Өте көп қазақтың жігіттері шошқа бағып жүрген. Арақты ше, сатуды да тоқтатыңыздар. Тоқтатайық, тәубе етейік. Құдай берекені бар ғой, ақшаның көптігінен бермейді. Аз ақшадан да береке болады. Артық сөйлеген болсақ кешірім сұраймыз. Алла өмірімізге береке берсін. Алла екі дүниенің жақсылығын берсін. Сағат 10:30 болып ойларыңыз, біраз уақыттарыңызды алған шығармыз.